Бұл аптада медитацияның 3 қадамын меңгеретін боламыз. Өткен аптада индукция әдісіне тоқталдық. Тану, мойындау, мәселеңді жіберу. Бірінші қадам индукция әдісі түпкі санаға бойлай беру. Мәселенің түп негізін айқындап, өзіңе бақылаушы ретінде сырттан қарап үйрену. Адам ажал алдында күл өмірі көз алдынан өтеді. Өлімнен аман қалған адамдар көп нәрсені жасағыш болатыны сондықтан. Себебі олар бір сәтте эгоның жалған екенін түсінген. Әр қайсымызға бір нәрсе жасау үшін соңғы сәттер керек емес. Біз өзімізге түрлі сұрақтар қою арқылы оны анықтай аламыз. Ол үшін төмендегі сұрақтарды қоюды бастаймыз. Екінші қадам тану. Мен қандай адам? Мен сырттағы әлемде қандай адам болып көрінемін? Менің айналам мен туралы не ойлайды? Мен іште қандай адаммын? Менің басқаларға көрінбейтін қандай қырларым бар? Менің бәрінен жасырып жүрген қандай ерекшеліктерім бар? Мен өзімде нені жеңгім келеді? Осылайша өзіңнің құтылғың келетін ойлардың тізімін таңдау. Адамды күнделікті ойы мен аман қалу сезімі басқаратын болса, оларға тән сезімдер төмендегідей мінездер болып табылады. Жек көрушілік, уайымдау, сынау, өкіну, қызғаныш, өзіңді құрбандық ретінде сезіну, қайғыру, ашу, ыза, түңілу, кінәлау, төмен сезіну, депрессия, жетіспеушілік. Осылардың ішінен біреуін таңдап алып жұмыс жасау керек. Әдетте уайымнан ашу туындайды. Ашудан жек көрушілік болады. Жек көрушіліктен сынау деген әдет пайда болады. Сынаудан қызғаныш, қызғаныштан бәсекелестік туындайды. Соңында бұл эгоизм болуға апарады. Бұл ойлардың бәрі сіздің өмір сүру үшін талпынып жатқан миыңыздың ерекшелігі болып табылады. Жоғарғы менталды жағдайға өту үшін жай ғана қуанудан бастауға болады. Қуаныш сүйіспеншілікті тудырады. Ол бостандыққа әкеледі. Бостандық шығармашылық ойлауға апарады. Адам ашудан босаған кезде басқа кері ойлардан құтыла бастайды. Яғни медитация процесінде тәніңізді қозғалтпай ұстау арқылы кері ойлардан құтылуға болады. Ол үшін бойыңыздағы сіз қаламайтын эмоциялар қалай пайда болатынын бақылаймыз. Көзді жұмып, денеңіздегі эмоция қалай көрініс табатынын айқындау маңызды. Кері ойларды ойлаған кезде сізде ыстықтау, дірілдеу, үрей сияқты сезімдер болуы мүмкін. Осы сезімдерді денеңіздің қай бөлігінде орналасқанын табу керек. Яғни денеңізбен не болып жатқанын сезіну. Тәніңіздің бір жерінде ауырсыну пайда болды ма? Одан қашпаңыз, тек анықтаңыз. Сіз осы уақытқа дейін осы сезімдерден құтылғыңыз келіп жүрді. Енді оны анықтау керек. Яғни осы жаттанды сезімдеріңіз сіздің рөліңіз болып қалыптасып қалған. Бұрын бұл әдет жай ойлар болса, ол жаттанды әдетке, одан қалыпты мінез болып келе жатыр. Осы қалыпты мінезіңізді болашағыңызға кедергі тигізбеуіңіз тиіс. Эмоция бастан өткізген бір жағдай.
санамның қай бөлігі арқылы мен осы сезімдерді сезінемін. Үшінші қадам мойындау. Жазбаша тапсырма. Сіз қаламайтын кері эмоцияңызды анықтау. Сізге тән бір немесе екі жағдайды сараптау. Шектейтін ойлар тізбегі, бәсекелестік, қажеттілік, бәрін бақылағысы келіп тұратын ойлар, шаршаңқылық, сараптау мен талдауға бейімділік, шағым айтушылық, өзін астыра дәріптеу, әлсіздік, артық ұялшақтық, босандық, өзіңді аяу, сенімсіздік, жалқаулық, тәртіпсіздік, өзіңді толыққанды сезіне алмау. Қалыпты жаттанды іс-әрекеттер адамның үнемі ойында тұрады. Осыларды сүзгіден өткізіп, басқа адам болу керекпіз. Ішкі менді анықтау. Адамдарға өз қателігін мойындап, өзін қабылдау өте қиын. Сіз өзіңіздің кемшіліктеріңізді өзгелерге емес, енді жоғарғы жаратылысқа, кванттық әлемге айтасыз. Яғни әлемдік санаға ашыласыз. Онда сіз ешқандай сынау, ұрысу, қысым мен қудалауды көрмейсіз. Жаман мен жақсыны айыру, басым қорқыныштар, осының бәрін жеңе бастайсыз. Қандай атаумен айтсаңыз да, осы жоғарғы жаратылысты бітпейтін қуат көзі екенін мойындап, кванттық әлем деп айтуды ұсынамын. Ол кванттық әлем сіз оның бөлінбес бөлшегі болып табыласыз. Яғни оған көрсетуші емес, шынайы меніңді табу арқылы жетесіз. Онымен байланысқа түскен кезде қандай болғаныңызды, қандай болғыңыз келетініңізді мойындау, өзіңді қандай қалыпта сол күйінде қабылдау, санадан тыс шектеуді алып тастау. Кванттық әлем сізден гөрі көп біледі, энергиясы басқаша болады. Барлық қозғалыстар мен тіршілік иелері осы кванттық әлемнен қуат алып өмір сүріп жатыр. Ал сіз болсаңыз, осы шексіздіктен сұраудың орнына өз мәселеңіздің шеңберінде жүрсіз. Одан қала берсе, өзіңізге өзіңіз түрлі ақталу жасап алып жатырсыз. Әрине, өзіңізді құрбан етіп көрсету өте оңай. Енді қалған уақытта сіз кімсіз? Кім болғыңыз келеді? Мысалы, сіз біреуді ұнатпаған болсаңыз, оған деген сезіміңіз ішіңізде шықпай жүрді. Осы жек көрушілік сезімі тек өзіңізге ғана зиян болып табылады. Осы сезімдерден арылып, өмір бойы өзіңді бақытсыз сезіну сияқты ойлардан мүлде құтылуыңыз қажет. Көп адамдар қоршаған ортада өзінің кім екенін ұмытып қалмау үшін жүреді. Тек сырт өлшеумен ғана өздеріне қарап үйреніп қалған. Саналы мойындау, шынайы меніңді мойындау, энергияңды өзіңе қайтарып, ішкі ойыңа оралтады. Өзіңнің кемшілік тұстарын мойындау арқылы денеңізде сақталып қалған энергияны босата аласыз. Тән қарсылық танытады. Себебі осы уақытқа дейін тәніңіз сізді басқарып келген. Енді сіз оны басқара бастайсыз. Тән сізге сенбейді. Ол тек өзіне сеніп үйреніп қалған. Бақылаудан айырылғысы келмейді. Сонда да тәнге қарсы шыға білу керек. Нақты не нәрсені жасаймыз? Мысалы, ашуға тоқталатын болсақ, отырып, көзімізді жұмып, өзіңіз тоқтағыңыз келетін эмоцияны ауызша айтасыз. Айтылып жатқан сөздерді іштей қайталау керек. Өзіңізде мойындау және көп рет қайталау. Төртінші қадам жіберу.
яғни осы мәселеңді жоғарғы әлемге жіберу, жаратылысқа тапсыру. Эйнштейннің айтуынша, шекті оймен шексіздік жасай алмайсың. Сондықтан шектеусіз энергия негізіне жүгіну қажет. Эго шынайы шешімді таба алмай жүреді. Эгоның жасайтыны тек өткеннің нәрсесі. Объективті сана сіз өзіңіз білмейтін нәрсені ашуы мүмкін. Бізде көбіне өзімізде кедергі болып табыламыз. Ары қарай олай жалғасуға болмайды. Осы кезде жоғарғы әлемге жүгінеміз. Өзіңнің эгоның шешіміне жүгінбей, өзге күштің шешіміне бойлау. Жоғарғы әлем шын мәнінде бар. Сізді толық басқаратынына сену керек. Одан көмек сұрау үшін айқындалған эмоцияңызды айтып жібере салу жеткілікті. Бұл жерде сату, келісімшарт жасау, өтіну, өкініш, қорғаныш, ақталу сияқты эмоциялық әсерлер жүрілмейді. Тек сен жасайсың, сен міндеттісің деген түрлі ойларды алып тастау да қажет. Кванттық әлемге сенің айтқаның бойынша болды деген шынайылықпен мойындау. Ерік жігеріңіз онымен сәйкес келген кезде сізде алғыс айту, қуаныш сезімдері туындай бастайды. Осы қуаныш, алғыс сезімдермен жүретін болсаңыз, жаратылыс сізге жаңа мүмкіншіліктерді үстін жібере бастайды.